сәлем. Бір кездері барлықтарыңыздың бастарыңызда судың түсі қандай деген сұрақ пайда болды. Барлығыңыз судың түсі мөлдір деп жауап беріңіздер. Иә, мөлдір. Әлде олай емес пе? Батыста судың түсі мөлдір. Әрі дәмсіз. Шын мәнінде судың түсі көк. Оны дәлдеу үшін оны үлкен көлемде алу керек. Мысалы, бассейндер мен аквариумдер. Ал неге көк? Оның себебі күн. Дәлірек айтсақ, жарық көптеген сәулелерден тұрады. Сол сәулелер біріккен кезде ақ жарық пайда болады. И зеленый, и красный цвет одновременно в глазу. Они суммируются, эти цвета, и получается результирующий цвет. Какой? Внимание! А в итоге получается белый. И это смешение цветов называется аддитив. Судың молекуласы күннен түсетін барлық сәулелерді жұтып алады, тек көк түсті ғана шағылдырады. Сол үшін де суды біз көк қылып көреміз. Ал жағалаудағы жасыл түстер ше? Жасыл түс суда жүзіп жүрген өсімдіктер мен балдырлардың әсерінен, дәлірек айтсақ, бойындағы хлорофилдің. Бұны біз мектеп кезінен білеміз. Алайда бұл менің есімде жоқ. Хлорофил күн сәулесінен түскен барлық сәулелердің жұтып алып, тек жасыл түсті қалдырады. Сол үшін де біз оны жасыл қылып көреміз. Мен не айттым? Бұл біздің алғашқы видео. Сол үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, бізді қолдап кетіңдер. Сау болыңыздар.